Тырна мен түлкі. Өткен заманда түлкі мен тырна достасып бірге тұрмақ болыпты. Ішіп жемегі ортақ. Бірі жем іздеп саяхатқа кеткенде, біреуі балапандар мен күшіктерін жанында қалады. Күндердің күнінде тырнаның таз балапандарына жүн шығып, жорғалайтын болады. Түлкінің күшіктері пұшпақ болып құлпырады. Аналары балаларын ауық-ауық жатақтың жанындағы жайдаққа серуенге алып шығып жүреді. Бір күні тырна саяхатқа кетіп, түлкі балаларды бағып үйде қалады. Бәрін серуенге алып шығады. Балапандар мен күшіктер апыр-топыр алысып ойнап жүреді. Оны көрген түлкіге ой түседі. Осы менің мұным не? Мына тырнаның тұқымдарының мекені аспан. Жайшылықта бұлар Құдайдан тілеп ала алмайтын тамақ қой. Бұл әрі-беріден соң ұшады да кетеді. Санды соғып біз қаламыз. Достасатын бұлармен екі тауып бір қалғаным ба? Менің мына күшіктерім де құс ұстауға үйренуі керек. Қой, кісі баласы кісіге бала болмайды. Одан да, деп тырнаның бір балапанын тыритып алып ұрып, күшіктеріне қалай ұстап, қалай өлтіріп, қалай жеуді көрсетеді. Сөйте-сөйте күшіктер анасының баулуы мен бар балапандарын басын құртады. Өлтірген балапандарын аулаққа апарып, тығып тастайды да қайтып жатаққа жайласады. Кешінде тырна қайтады. Түлкі тырнаның алдынан шығып жыламсырайды. Тырна: «Ей, не болды?» дейді. Түлкі: «Әу, білмеймін, балалардың саны аз көрінеді» дейді. Тырна апалақтай сасқалақтап: «Жоға, сенікі ме, менікі ме?» деп сұрайды. Тырнаны қыжырта кекетіп: «Әй, байқұс-ай, ойынның арамай, қанша бауырға тартсам да бөліктенген сөзіңнің ұшқыны шығады да тұрады. Балапандар сенікі, менікі деуші ме едің?» депті қу түлкі.